Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өзім қолданып жүрген ірімшік, яғни творогты қалай дайындау керектігін көрсетемін. 2 литр сүтке, ең алдымен 2 литр сүтті жақсылап қайнатып алдым. Сіздерге көбірек ірімшік қажет болса, сүттің мөлшерін көбейтсеңіз болады. Осылай қайнай бастағаннан сүтімізді сапырып, үстіне 300 мл айран қостым. Жақсылап араластырып, сүтіміздің іртіктелгенін күтеміз. Творогты пирогтарға, бөлішкелерге қосып пісірсеңіз де, жай өзін қант араластырып, болмаса араластырмай-ақ жесеңіз де өте дәмді, пайдалы кальций болып табылады. Балаларыңыз ерекше сүйсініп жейтін болады. Осылай жасап, дүкеннің творогын сатып алғанша, үй жағдайында осылай творог дайындап, өзіңіз жасасаңыз да болады. Мінекей менде ірімшіктерім дайын. Осылай сүзіп, суынан бөліп алдым. Суыған күтпей, қант араластырып, дастарханға ұсына берсеңіз де болады. Немесе суытып, тоңазытқышта сақтап, ұзақ уақытта сақтасаңыз болады. Сіздерге ақпарат пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, кетіңіздер.